Сәлеметсіздер ме? Мен Мұнайлы ауданы 11-ші орта мектебінің 5 сынып оқушысы Айтбай Айдана. Бүгінгі біздің тақырып тәуелсіздік нышаны ұлттық теңге. Ғылыми жобаның мақсаты халқымыздың тұңғыш ұлттық валютасының пайда болу тарихының, оның даму жолдары және де теңгеміздің келешегін толыққанды зерттеп танып білу. Ұлттық теңгеміздің тарихы туралы, оның қалай өмірге келгені, қалай пайда болғаны туралы көптеген мәліметтер бар. Халқымыз теңгені бұрындан да пайдаланған. Теңге атауы орта ғасырдан бастау алады. 8-9 ғасырда әр билеушінің өз руын рәміздері бейнеленген теңгелері айналымда жүрді. 14 ғасырдың аяғында Қазақстан аумағында Әмір Темірдің мәдениеті айналыста болды. 16-18 ғасырда мыс тиындер қолданыста жүріп, Қазақстан Орта Азия мемлекеттері мен Ресеймен сауда-саттық байланыста болғанын айғақтайды. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге 1993 жылдың 15 қарашасында дүниеге келді. Теңгенің тарихы Қазақстан Республикасының президентінің 1993 жылдың 12 қарашасында қол қойған Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы енгізу туралы заңнан бастау алады. Теңгенің авторлары дизайнерші Тимур Сүлейменов, қылқалам шеберлері Қайырлы Ғавжалиев, Мендебай Әлин мен Ағымсары Дүзелханов болған. Алғашқы теңгені Харинсон компаниясы Англияда басылып шығарылды. Алғашқы банкноттарға Әл-Фараби, Сүйенбай, Құрманғазы, Шоқан, Абай, Абылайхан, Әбілқайыр сияқты ұлы тұлғалардың суреттері бейнеленген. Банкноттардағы мынандай қорғаныш элементтері пайдаланған. Су тамғы белгілерінің бейнесі банкноттан жарық тосып қарағанда анық көрінетін қарама-қарсы қою және ашық ренттерден тұрады. Қорғаныш жіп бір қорғаныш жіп қағаздың құрылымына енгізілген және де банкноттаны жарық тосып қарағанда тұтас сызық түрінде көрінеді. Мөлдір орын банкнотта жарық тосып қарағанда жақсы көрінетін ашық орнындағы полимерлік лентадағы сурет. Қосарланған бейнелер банкноттаны беткі және сыртқы жақтарында басылған бейнелерді фрагменттерді жарық тосып қараған кезде тұтас суретті құрап сәйкес келеді. Алтын интаглио тығыз жоғары рельефті қабатты алтын түстес металл баяуы бар қоршаған элементті түрлі түсті көшірмелеулерден жоғарғы деңгейде қорғайды. Ұлттық валюта теңгені енгізгеннен бері 27 жыл өтті. Бұл біздің еліміздің тәуелсіздігін жарияланғаннан бастап болған оқиғалардың мәнді оқиғалардың бірі болып табылады. 27 жыл ішінде теңге біршама нығайды және де ТМД елдерінің анағұрлым тұрақты валюталарының бірі болып қалды. Ұлттық теңгеміздің ақш долларындай немесе евроодақтың евросындай болмаса да өз тұрақтылығын сақтап құнсызданбауын қалаймыз. Менің ұсынысым теңге туралы бастау сыныптан таңдау курстары туралы толық мәлімет берілсе, теңгеміз әлем деңгейінде көтерілсе, өзіміздің байлығымыз арқылы теңгеміздің құнын көтерсе. Назарларыңызға рахмет.